Сәлем, каналға қош келдің. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттерді таба аласың. Егер саған дәл осы арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепт қызық болса, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Егер де қоңыраушаны бассаңыз, менің салатын видеоларым сіздерге көрінеді және алғашқылардың бірі болып сіз көретін боласыз. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырып айтқым келіп отыр. Арықтауды бастайды, соңына дейін баруға шыдамым жетпейді, шаршаймын, не істесем болады деген қыздар болса, онда осы видео сіздерге арналады, соңына дейін қараңыздар. Алда болатын тастау керек болған сіздің 10 келі салмағыңызды ұмыта тұрыңыз, себебі сіз ол 10 келі салмақты бәрібірде бір күнде тастай алмайсыз, немесе бір аптада тастай алмайсыз, 10 күнде тастай алмайсыз. Сол үшін 10 келі деген ол граммдардан тұрады ғой, мысалы 100 грамм, 200 грамм. Бастапқыда сіз 500 грамм, 1000 грамм салмақ тастауыңыз мүмкін. Одан кейін сізде салмақ тастау процесі ақырын жүреді. Сол үшін күнделікті болатын салмақ тастауыңызды, өзіңіздің күнделікті болатын режиміңізді өзіңіз қалыптастырыңыз. Кез келген адамның өзінің идеальный весі болады. Мысалы, сіз дәл қазіргі таңда 80 келі болсаңыз, сізге ең идеальный вес ол 60 келі болуы мүмкін, немесе 55. Дәл осы салмаққа бару үшін сіз артық салмақтан арылам деп дұрыс тамақтанасыз, өзіңіздің салмағыңызға сәйкес дефицит калория құрасыз, және артық салмақтан арылам деп күнделікті ПП-мен жүресіз. Бірақ сіздің ойыңызда күнделікті миыңызда тұратын қағида ол: мен бір айда 10 келі салмақ тастауым керек, мен мына 60 келіге баруым керек деген қағидамен, настроймен жүретін болсаңыз, сіз шаршайсыз. Өйткені біз бір күнде ондай салмаққа жете алмаймыз, бір аптада жете алмаймыз. Біз ондай үлкен салмақ тастауға 2 ай, 3 ай, ең аз дегенде 1 ай кетуі мүмкін. Егер де сіз бір нәрсені үнемі ойлай беретін болсаңыз, бізде ми шаршайды. Ал егер сіз миыңызды шаршатсаңыз, онда сізде арықтауға деген, былайша айтқанда, желание дейді ғой, соны сіз құртатын боласыз. Сол үшін ондай нәрсені ойламаңыз, тек қана бір күндікті ғана ойлаңыз. Бір күндік сізге 2 күн болып қосылады, 2 күн сізге 3 күн, 3 күн 4 күн, одан кейін 1 апта, 2 апта, 3 апта, 4 апта деп сізге осылай уақыт жинала беріп, сіз артық салмақтан арыласыз. Мысалы, сіз бір күнде 100 грамм немесе 500 грамм салмақ тастадыңыз, ертесіне тағы да салмақ тастайсыз, арғы күні тағы да салмақ тастайсыз деген сияқты. Сіз өзіңіз тек қана бір күндікті ойлаңыз. Мен жаман әдеттерімнен арылуым қажет. Яғни менде жаман әдет ол түнде тамақтану. Мен бүгіннен бастап түнде тамақтанбаймын. Мен тек қана дұрыс тамақтанамын, жаттығуларды жасаймын, өзімнің қозғалысымды көбейтемін деген сияқты етіп, өзіңізге режим құрастырып аласыз. Ал ертесіне мен бүгін тағы да дұрыс тамақтанамын, қозғалысымды тағы да жақсартамын, және мен түскі уақытта тәтті жегім келсе, оны тоқтатамын, тек қана дұрыс тамақтанып, және сол тағамдармен мен тамақтанып, өзімнің ағзамды жаман тамақтардан қорғаймын деген сияқты етіп, өзіңізде настрой болу керек. Күнделікті қағазға жазып, немесе күнделікті осы өзіңізбен жұмыс жасасаңыз, сізде міндетті түрде артық салмақтан арыла аласыз. Артық салмақтан арыламын деп сіз арықтау марафондарына қатысуыңыз мүмкін. Сол кезде групповой арықтаймын, жарысып арықтаймын деген ол қате пікір. Себебі адам өзі үшін тамақтанады, адам өзі үшін өмір сүреді, яғни өзі үшін арықтайды. Біреу арықтап жатыр, көп салмақ тастап жатыр екен деп, ол адам мысалы арықтау процесін аш жүруі мүмкін, немесе дұрыс тамақтанбауы мүмкін, тамағын калориясын мүлдем азайтуы мүмкін, солай біреумен жарысуы мүмкін. Бұл осылай жарысу, осылай тамақтану, оның барлығы біздің артық салмақтан арылуымызға кедергі болады. Сол үшін групповой емес, тек қана өзіңіз үшін арықтаңыз. Тек қана өзіңіз үшін арықтасаңыз, сіз шаршамайсыз, біреумен жарыспайсыз, тек қана дұрыс тамақтанып, өзіңіздің режиміңізді өзіңіз қалыптастырасыз. Артық салмақтан арылу үшін сіз өзіңізге режим құрастыру қажетсіз, яғни таңғы асыңызды, түскі асыңызды, жүрек жалғау уақыттарын, кешкі асыңыздың барлығын өзіңіз алдын ала бір режимге алып керексіз. Мәселен, таңғы асыңызды 8 бен 9 аралығында ішетін болсаңыз, жүрек жалғау 11-лерде жүрек жалғайтын болсаңыз, ал түскі асыңыз 1 мен 2 аралығы болса, ал 5-терде
жүрек жалғау болса және кешкі 7-8-де сізде кешкі ас болса, күнделікті осы режиммен үнемі жаңағыдай тамақтанатын болсаңыз, сізде метаболизм жақсарады және біздің ағзамыз дәл осы 3-4 аптаның ішінде дәл осы тамақтану режиміне үйреніп, артық салмақтан арылу процесі жақсы жүретін болады. Сол үшін режимді қалыптастыруды ұмытпаңыз. Артық салмақтан арылуымыз үшін бізге сапалы ұйқы қажет. Күнделікті 8 сағат ұйықтайтын болсақ, өзімізді сергек сезінеміз және ұйқымыз қанады және артық салмақтан арылуымызда тез ететін болады. Сол үшін 8 сағат ұйқыны жіберіп алмаңыздар. Күнделікті сағат 22:00-де ұйықтайтын болсаңыздар, 22:00 мен 23:00-дің арасында ұйықтайтын болсаңыздар, сізде артық салмақтан арылу процесі жақсы жүреді. Сол үшін ұйқыны жіберіп алмаңыздар. Артық салмақтан арылу, яғни соңына дейін бару үшін бізге мотивация керек. Мотивацияны біз қалай аламыз? Мотивацияны біз әртүрлі жолмен алуымыз мүмкін. Мысалы, сыймай қалған көйлек бізге сыйған кезде біз өзімізді мақтаймыз да, және ол көйлекті киеміз, әрі қарай тағы да артық салмақтан арылғымыз келеді. Немесе құрбыңыз, жолдасыңыз, немесе ата-анаңыз, кез келген бір танысыңыз сізге "Ей, сен артық кетіпсің ғой" деген сияқты әдемі жылы сөздерді айтып, комплименттер айтатын болса, ол адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, өзін мақтап, іштей әрі қарай артық салмақтан арылғысы келетін сияқты өзінің желаниясы ашылады. Сол үшін өзіңізді үнемі мақтап отырыңыз, өзіңізді жігерлендіре отырыңыз, бірақ бір нәрсені ойлай бермеңіз. Егер де сіз үнемі бір салмақты ойлай беретін болсаңыз, арықтау керек деген сияқты көп ойлай беретін болсаңыз, онда сіз шаршайсыз және соңына дейін бармайсыз. Тек қана бүгінді ойлаңыз және бүгінгі болатын күнмен жұмыс жасаңыз, яғни дұрыс тамақтанып, өзіңізге қозғалысты көбейтіп деген сияқты. Тек қана бүгін ғана жұмыс жасасаңыз, ертең де тура солай жұмыс жасайсыз. Яғни күнделікті болатын әрекетті сіз жасай берсеңіз, ол бізге әдет болып саналады. Сол әдет бізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыздар, ақпараттар пайдалы болса, каналға тіркеліп, үлпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Канал сіздердің арықтауларыңызға көмектеседі. Егер де туыстарыңыз, таныстарыңыз, құрбыларыңыз арықтағысы келсе, онда менің каналымды жібере берсеңіз болады. Сіздермен болған мен құрметпен Айнагүл. Келесі видеода жолыққанша. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.